Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздерді өз курсымда көріп отырғаныма шын жүректен қуаныштымын. Осы алып жатқан білімдеріңіз сіздерге пайдалы болатынына мен сенімдімін. Және менен осындай курсқа келгендеріңізге мен сіздерге бөлісетінімге шынымен қатты қуаныштымын. Жалпы біздің тақырыбымыз бүгінгі даму жолындағы мотивейшн деп айтылады. Жалпы сіздермен осындай тақырыпта сөйлескен маған қатты ұнайды. Егер де осы видео барысында қандай да бір түсінбеген сұрақтарыңыз болса, маған жазып жіберсеңіздер болады. Мен сіздерге кез келген уақытта толықтай ашып түсіндіріп беретін боламын. Енді бұл курста біз не туралы айтамыз? Білім туралы, инвестиция, сенім туралы, біздің жарқ ететін уақытымыз қашан келеді, басқалар жетіп жатыр, ал менде не үшін ондай нәрсе жоқ деген сияқты кейбір адамдарда өзіне деген сенімсіздіктер туындап артқа тартатын кездер болады. Солар туралы және де бәсекелестік және де мысли материален деген керемет ұғым жайлы қарастыратын боламыз. Жалпы ең бірінші Құранда түскен аят, баршаңыз көбісіңізді білетін шығарсыздар, бұны оқы, жаратқан Раббыңның атымен оқы дейді. Сондықтан да сіздердің осы дамуға қызыға, біліміңізді арттыру мақсатында көріп отырғаныңызға қуаныштымын. Мен сіздерге бар біліммен бөлісетін боламын, және де айтылмай қалған ақпараттар болса, сіздер жеке нәрсе сұраған кезде мен бар білгенмен бөлісетін боламын. Алла осы білімді хайырлы етсін деп айтқым келеді, және де осы білім алу жолында инвестиция құю әрқашанда сіздерді жоғарылата береді. Өйткені әрбір нәрсе сіздің алдыңызға тектен-тек келмейді. Демек, сізді бір өсіретін, сізді алға жетелейтін бір қандай да бір ақпарат сіздерге пайдалы болатынына сенемін. Жалпы сенім деп айтып жатырмыз ғой. Осы жерде айтқым келеді. Dear my friend, I know you are doing all the best you can. I believe you деп. Өйткені осы бір ауыз ғана 5 әріптен тұратын сенім деген сөз көп адамға жетіспей жатады. Мысалға, ол өте үлкен қолдауда, біреу тарапынан болсын, есту өте үлкен поддержка береді. Бірақ біреудің айтқаны жетіспей жатпақ түгілі, кейде біздің өз-өзімізге деген сеніміміз жетпей жатады. Ол барлық адамда бар. Кейде өзін артқа тартып қалады. Менің қолымнан келе ма, келмей ма деген сенімсіздіктер болады. Бірақ сондықтан да бүгін мен сізге айтқым келеді, сіздің қолыңыздан келеді, сіздің осы қатысып жатқаныңыздың өзі үлкен алға деген, жылжуға деген үлкен қадам деп білемін. Жалпы білім деген нәрсе 3 түрлі адамға қонбайды дейді. Ол бірінші тәкаппар адам, өйткені ол менсінбейді, бұл не айтады дейсің деген сияқты менсінбеушілік болуы мүмкін, немесе басқа да нәрсе болуы мүмкін. Екінші ұялшақ адамға, үшінші ол мақтаншақ адамға. Ұялшақ адам әрине осы сұрай алмайды. Үшінші, мақтаншақ деген, мен бәрін білем деген нәрсе әрқашан адамды артқа тартады. Адам ешқашан еш нәрсені біле алмайды. Барлық нәрсені білуші тек қана Алла. Біз әрқашан үйренеміз, тал бестен жер бесікке дейін дейді. Сондықтан да білім алып келгеніңіздің өзі сізді алға жетелейтін үлкен сенім болу керек. Адамның ішкі тірегі мықты болу керек. Сондықтан да мен сізге сенемін. Сіздің қолыңыздан бәрі келеді. Осы сенім демекші, осы жерде бір нәрсе айтқым келіп тұр. Адам өзінің негізінде барлық нәрсенің ұнайтын, ұнамайтын нәрсесі болады. Мысалға, мен осы 2 күн бұрын киноға барған тұғым. Киноға барған кезде всегда комедияға баратынымда жанрын, трейлерін көріп баратынмын. Содан бір киноны мақтады, и мен соған бара саламын подругаларыммен. Сонда ол жерде бастайын деп жатқан кезде бір минут, 2 минут қалғанда қасында подругам айтады, бұл боевик деп. Мен айтамын, не үшін маған айтпадың? Мен өзім айттым, не үшін мен бұны көрмедім? Обычно мен киноның барлық жанрын, трейлерін көріп баратын, боевик болатын білмеймін, келмейтін едім деген сияқты нәрсе болды да. Жоқ, бәрі мақтап жатыр, күшті, давайте көрейік деп көрдік. Бірақ мен сол киноға барғаныма мен шынымен қатты қуанамын да. Ана жерде енді сіздерге де, может, көрдіңіздер, или көруге совет беремін. Гран Туризмо деген фильм. Ана жердегі бір адам баласын машинаның қасына түсіреді да, фотоға. Сонда ол бала өскенде енді сондай машинаның жетістікке жетуіне, жалпы Nissan деген машина неге кіру керек болады. Бір кішкене ол жағын түсіне білмеймін, негізі машина жағында. Сонымен лицензия алу керек бола ма, сонда ең күшті машиналардың қатарына кіру үшін сол жарысқа қатысады.
кибер дейді ғой, машиналар жарысады да, сонда ана бала сол машинаны жарысып, оның арасында енді неше түрлі жеңілістер де болады, бірақ соңында жеңеді. Сонда оның наставнигі сол жеңу жолындағы оған әрқашан айтып отырады, мен саған сенемін, сенің қолыңнан келеді деген поддержка, және де жаңағы кішкентай кезіндегі әкесінің оның машинаның қасына түсірген кішкентай суреті, как визуализация болады да, ананы жеңіске жеткізеді. Оған талай адам айтты, сен қатыспай ақ тұра қой, тіпті ата анасы да айтты, керек емес, енді ата анасы оны уайымдағанын айтты да, жасама, қатыспа, мен сияқты сенің енді амандығың керек деген. Ол машина жарысы да оңай емес, адамның өміріне қауіпті. Сондықтан да осы бір ауыз сенім деген сөзді бізді жетіспей жатады дегеніміз сол ғой. Отбасы тарапынан немесе басқа адамдар тарапынан тіпті өзіне деген сенімсіздіктер болады, бірақ әрқашан да айтқым келеді, өзіңізге деген сенім ешқашан жоғалмасын. Бізді Алла тағала осы өмірге жібергенде көптеген сынақтармен жіберді, бірақ соны жеңу біздің қолымыздан келетін болғандықтан жіберді. Айтады ғой, Алла тағала өзінің пендесіне көтере алмайтын жүкті бермейді дейді. Сондықтан да мен сіздердің қолдарыңызға келетініне шынымен сенемін. Жақсы, келесі бізде бір істі бастауға ой келеді баршамыздың, да? Мысалы, бизнес саласы, сауда саласы, немесе білім, немесе курс сатып алудың, мысалы, сондай барлық нәрседе болады. Немесе бір бәрі сопротивление болады, да, бір даму жолында, бір росттың алдында адамда сынақтар келеді, қорқыныштар болады, қандай бір артқа тартушылықтар болады. Бірақ сіздің ойыңызға бұл нәрсе тектен тек келіп жатқан жоқ. Алла тағала сіздің қолыңыздан келетін істі ойыңызға салды да, ал келмейтін болса, сіз туралы ойламайтын едіңіз. Ойыңызға да салмайтын еді, мүмкін басқа біреудің ойына салатын еді. Сол үшін демек сіз бұл жерде түсінетін нәрсе сіздің қолыңыздан келеді. Сондықтан да бүгін бір парақ алып, қандай нәрселер ойыңызға келді осы уақытқа дейін болды ғой, талай нәрсе бастағыңыз келді. Любой адамда болады. Мен мына салада өзімді байқап көргім келеді, осындай нәрсе ашқым келеді, соларды жазып, ары қарай дамуларыңызға мен тілектеспін. Енді мен сіздерге дәл қазір мынандай саланы бастап, мынау брендтегі актуальный нәрсе деп айта алмаймын, өйткені әркімнің өзінің қызығушылығы, соған деген бір қабілеті болады, ойлап жүрген ойлары, сондықтан соланы жүзеге асыру да бәрі өзіңіздің қолыңызда. Сонымен қатар біздің жарқ ететін уақытымыз қашан келеді деген нәрсе. Сіздің де жарқ ететін уақытыңыз келетініне сену керек. Мысалға айтайық, бір кішкентай бала туылады, бір айлық бала туыласап жүрмейді. Оның бір жүретін уақыт келеді. Яғни әркімнің организмі әртүрлі. Биологияда, медицинада бәріміз білеміз, иә. Бір балалар мысалға 10 айында жүреді, біреулер 11 жасында, 11 айда деген, 1 жасында, 1,5 жас, тіпті 1 жас 8 айларда жүретін балалар болады. Тіпті біреулер енді бір қандай бір денсаулығына байланысты аяғында бір дисплазиялар болып 3 жасында жүрген балалар да бар, бірақ оның бәріне біз сенеміз да, то, что бала жүріп кететініне. Мысалы, біз де жүріп жүрміз, басқалар да жүріп жүр, олар кішкентай кезінде ешкім қорыққан жоқ қой, ата-анасы да қорыққан жоқ, жүрмей қалады деп, бәріміз оның жүретініне сенеміз. Сол сияқты кішкентай бала бірден туып жүріп кетпейді деп не үшін айтып жатырмыз? Мысалы, Москвада бірден құрылған жоқ деп айтады ғой. Бала жүру жолында не істейді? Құлайды, талай рет жылайды, басын соғып алады, тізесін ауыртып алады деген сияқты. Уақыт өте келе ол жүреді. Жүгіріп кететініне бәріміз сенеміз. Сол сияқты сіздің ішкі түйсігіңіз қандай да бір уақыт келгенде сіздің де жарқ етіп жетістікке жететін уақыттың болатынына сену керек. Сенім бізді әрқашан алға жетелейді және де сол нәрсеге жеткізеді. Кейбіреулердің уақыттары әртүрлі деп тұрмыз, жаңа 10 айында жүрді, 1,5 жасына жүрді. Яғни біздің ішкі состояниеміз және де бір сол уақыт қайырлы деген нәрсе болады да, сол уақытта сіз қолыңыздан келеді. Яғни қатып қалған қағида жоқ. Мынау 3 ай бұрын бастап еді, ол 3 айда жетістікке жетті. Неге мен уже 4 ай болды, менде 5 ай болды, мен неге жетпей жатырмын деген сияқты бір нәрселер болады, барлық адамда болады. Бірақ сіз соны білуіңіз керек, сіздің де бір уақытыңыз болатындығына. Осы жерде, мысалы, менде де YouTube каналын бастаған кезде сондай нәрсе болды. Біреулер 3 айында неге жетті монетизацияға, біреулер 1 жылда жетті, біреулер 12 күнде жеткен бір күшті нәрселер болды да. Сонда да айтатын нәрсе, әркім өзі дайын болғанда, әркімнің өз қайырлы уақыты болады деп. Сол сияқты нәрсе, менде де болды ондай нәрсе, мысалға, басқа осы 3 айдағы жетіп жатыр, менікі әлі не үшін жетпей жатыр деп. Менікі
10 айда жетті. Сол сияқты әркімнің бір жарқ ететін уақыты келетініне сену керек, ішкі түйсік сену керек. Тағы да бұл туралы соңында айтып кетемін. Қазір келесі нәрсе. Мысалға, құрбақа деген мысалды алайық. Құрбақаны біз бір қайнап тұрған ыстық суға салатын болсақ, ол шошып ыстық температураны көтере алмағаннан судан бірден атып шығады дейді да. Ал егер оны біз бірінші жылы суға салып, ақырын түрде қайнатсақ, оның организм сезбей қалады, жайлап, ыстық болғанын сезбей, байқамай құрбақа өзі қалай қайнатылып кеткенін түсінбей қалады. Енді сол сияқты сізде бастау барлық адамға қиын. Айтады, бірінші шақ қиын. Сен бірінші жолға шық, Алла тағала өзі сені ары қарай алып барады. Жол өзі көрсетеді деген сияқты нәрселер көп естиміз. Дәл сондай нәрсе шынымен де. Басында сізге мысалы біреу айтуы мүмкін, даму жолында бір Инстаграм дамытып жатсаңыз, бір SMM, бір керек қой қазіргі таңда салттарға сай. Енді көптеген бизнестер Инстаграммен байланысты. Сол кезде айтады, сен қазір аш, ертеңнен бастап история сал, кем дегенде 10 история сал дейді, рилс түсір дейді, бірдеңе дейді, анадан шошып кетеді. Жоқ, мен істей алмаймын, мен интровертпін, мен қолымнан келмейді дейді. Сонда айтатын нәрсе, бір күні бір история салыңыз, екінші күні 2 салыңыз. Солай аздан үздіксіз түрде бір рет жасайсыз, 2 рет жасайсыз. Сол күні бір кезде сіз сол істің қалай мықты болып кеткеніңізді байқамай қаласыз. Сондықтан да бір күні жетістікке жеткенде мен шынымен мынаны жасадым ба деген сияқты болады. Шүкіршілік айтып, қуанып, іштей өзіңізге мақтап, риза болып қалады да, шынымен. Мысалы, тоже айтқым келіп тұр да енді. Мысалмен түсіндірген маған ұнап тұр. YouTube каналын бастаған кезде менде видеоны прям күшті жасай алмайтын. Мен видеоны түсіремін, и сосын текст жазу үшін InShot деген программа бар ғой, соны қолданамын да, и видеоны монтаждап ананы саламын ғой. Сосын до того мен ана жерде InShot деген жазуды көрініп тұрады да енді. Алды білмеген ғой. Сосын сол жерде тұрған X-ті басып, оказывается, бесплатно снять деген нәрсені басу керек екен да. Маған біреу айтқан, мен неге мән бермеймін, ана ізденбегенмін да, білмеймін да. Сонда білмегенмін да, ал қазір мен видеоларымды көрсем, маған даже оны басқалар да айтады, сен вообще күшті жасайтын болып кетіпсің, монтажды болып кетіпсің деп. Сол сияқты сіз бастаңызшы. Жайлап өзі ақырын сізге жан-жақтан бір көмек сияқты келіп жатады. Бір күні айтады сізге, мына жерден аласың, давай сен мына жерді бастан аласың. Саған оңай деп ақпараттар өзінен өзі жан-жақтан келе бастайды. Ол жерде Алла тағала сізге көмектеседі деген нәрсе да. Соны білу керек. Мен білмеймін деп жүре берсеңіз, солай жүре бересіз. Міндетті түрде бастаңыз, аздан үздіксіз түрде салып жатсаңыз, сіз бір күн шынымен бір жақсы бір жетістікке жетіп, соның маманы боласыз. Мен сізге сенемін, шын ол нәрсе дәлелденген нәрсе да, сіз просто бастауыңыз керек. Енді сіздің бір ұнатпайтын нәрсеңіз болуы мүмкін. Бірақ соның артында сізді бір жетістікке жеткізетін барлық нәрсенің бастауы сол нәрсе деп болуы мүмкін. Мысалы, бұны мен не үшін айтып жатырмын да? Енді қазіргі таңда Инстаграм, әлеуметтік желі көптеген жалпы өзінің курсын сатуда, бизнесін жүргізуде өте қажетті бір пайдалы нәрсе болып тұр ғой, адам дұрыс жағынан пайдаланса. Көпшілік адам енді история салуға, камераның алдында сөйлеуге ұялады. Просто бастап көріңіз. Мен айтатын шығар, енді біреулер айтады, қорқамын, біреулер мен туралы не ойлайды деген сияқты. Енді көбінесе қыз балаларда солай болады. Ер адамдарды білмеймін, жүргізбейтін адамдарды мен білмеймін да, не үшін ондай кішкене қорқыныш болатынын. Бірақ сіз мынаны білуіңіз керек. Шыбындарды тек жарықта қозғалады. Шыбындар жарыққа қарай үймелейді. Мысалға, свет өшіріп қойсаңыз, шыбындар таппай қаласыз ғой. Ал свет жақсаңыз, олар жинап солай жарыққа қарай ұмтыла бастайды. Немесе қараңғы жерде, телефонның камерасын қосатын болсаңыз, сол жерде бір жәндіктер немесе бір шыбындар келе бастайды да. Тура сол сияқты, мына жарықта көрсетіп тұр ғой. Сіз жарық адамсыз да, сізге осындай комментариялар келуі, хейттардың келуі, сен блогер болып кеттің ба, или там сен осындай істеп жатсың ба деген сияқты адамдардың айтуы да барлығы демек сіздің ростыңызды білдіреді. Сопротивление болуы да ол барлығы қалыпты нәрсе. Ол сіздің өсу жолыңыздағы кейбір этаптар деп қарастырыңыз. Ешнәрседен қорықпаңыз, бәрі біртіндеп болады. Сосын хейт деп жатырмыз ғой. Адамдар не үшін адамдарға хейт айтады? Өйткені өзінің өмірінде бір қызығатын нәрсесі қалмағанда, сондықтан біреудің өмірін обслужить ету оларға оңай. Ол мынандай, өзінің мына жерде өзіне жете алмай жатқан болын біреуді жамандау арқылы басады да. Сол арқылы, сол үшін сіз түсініңіз да, біреудің ойы сізге маңызды болмау керек.
Өйткені адамдар артындағы адамды көрмейді, тек алдындағы адамды. Сіз жолға кетіп бара жатсаңыз, артыңызды көрмейсіз ғой енді. Басынан сіздің фокусыңыз алдыңызда болады. Сол алдындағы адамды көреді, анау кетіп бара жатыр ғой. Анау өсіп бара жатыр, анау кетіп бара жатыр, мен қалып бара жатырмын деген сияқты. Сондықтан да ол сіздің жоғарылап жатқаныңызды көргендіктен айтып жатыр. Жоғарылаған адамдар, яғни сіздің минусыңызды көрмейді. Әркім өзімен айналысады. Сондықтан да сізден төмен адамның сізді ренжітетін хейт сөздеріне мән бермеңіз. Енді осы жерде өз историяммен бөліскім келіп тұр. Мен ұнатпаған химия пәні мені қайда алып барды деген тақырыпта. Айттым ғой, бір ұнатпаған нәрсеңіз бізді бір жақсылыққа жеткізуі мүмкін деп. Бұрын кезде бәріңіз білесіздер, 125 бала кезінде тек қана таңдау пәні біреу ақ болатын еді. Мысалы, биология болса биология, химия болса химия деген. Ал кейін шықты уже 2017-де шықты, 2017 жылы 140 балл болып, екі пән таңдау болды. Биология таңдайтындар арқасында химия или география, яғни мамандыққа байланысты қосылатын болды. Сол кезде мен только бұрыннан мамандығым бойынша медицина болған кезде мен биология таңдаймын да. И өзіме онша керек емес нәрселерді оқымаймын ғой, химия маған керек емес деймін да. Сөйтіп онша оқымаймын, оқимын енді, бірақ қатты былай беріліп оқымаймын. Сонымен тіпті мен мұғалім ол кезде мен 4-ке шығарамын деп айтқан ғой. Мен ол химия пәнін шынымен жек көргенмін. Оқып түсінетінмін да, бірақ берілмейтінмін. Сол кезде мұғалім айтады, мен сені 4-ке шығарамын деп. Енді сосын 2017 жылы сол екі пән қосылатын шыққан кезде мен ана жек көрген химия пәнді амалсыздан таңдауым керек болып тұрды. Сөйтіп таңдаймын, дайындала бастаймын жаз бойы. Өзім дайындаламын. Сонымен бір күні мектепке барған кезде осындай нелер болады. Бізде олимпиадалар болады, мектепшілік олимпиада, одан өтсең сен облыстық, дальше республиканский олимпиадаға өтесің. Содан химия пәнінен жақсы көрсеткіштер көрсетіп жүргеннен кейін менің мұғалім келеді да, мектепшілік олимпиада өткіземін дегенге мен оған уақытым жоқ, короче, мен ағаркен таңдаймын дейді ғой. Кезінде мен 4-ке шығарамын деген апай, мысалы мен кезінде жек көрген химия пәнінен мен өзім даже оны бұрын сенбейтін едім. Егер сен химиядан осындай жетістікке барасың деп қойшы, қайдағы жетістік, мен химия пәнін жек көремін деп айтатын едім, егер мен бұрын білген кезде да. Содан ана пәннен мен ешқандай мектепшілік олимпиадаға қатыспай, оказывается, оған көп немел таласады, мен барайыншы деген сияқты да. Ана апайым мені таңдайды да химиядан, сонымен ол мені дайындайды ғой. Сөйтіп ол пәннен мен шете мектепшілік олимпиада болған жоқ, мен таңдап қойдым, мен уже өткізбеймін, мен осыны аламын, басқаны таңдап, мен дайындайтын уақытым жоқ деп айтады да. Содан мен облыстық олимпиададан 2 кішкене бұзылып кетті, қайтадан жалғастырайық. Болып жатса айтыңыздар. Содан облыстық олимпиада болады. Облыстық олимпиадада мен 2-ші орын аламын да, республиканский олимпиадаға өтемін. Бізде ол республиканский олимпиада Ақтөбе қаласында өтеді. Ол жаққа да барамын, бірақ енді ол жақтан орын алған жоқпын. Басынан ол жақта көбінесе ништар, там өте күшті осындай химия пәнінің негізін салушы Бекішев деген олимпиадаларды өткізетін, жалпы химия пәнінің кітабын жазған адаммен дайындалған болады. Енді бұйырмаған да шығар. Бірақ бұйырғанның өзінде ол маған пайдасы болмайтын, өйткені грант ұтып алатын болсам да ол медицинаға грант бермейді да. Ал мен таңдаған мамандығы медицина болғандықтан ол жағы маған қатты керек болған жоқ. Главное маған қатысу мектептің атынан болғандықтан бардым. Сонда мен айтқым келгені, облыстық осы химия пәнін таңдау арқылы мен өмірімде көрмеген Түркістан қаласын көремін. Мен Түркістанға біз көбінесе 11-ші класстың март, там или май айларына баратынбыз ғой, бәріміз барып мына жерде дұға жасап да, көбісі солай жасайды ғой мектепте 11-ші класстар. Сол кезде мен одан алдын бардым ғой, енді қыста примерно бардым. Сол кезде өмірімде көрмеген Түркістан қаласын, Кентау қаласын, Ақтөбе қаласын көремін. И президентский олимпиада деген болды, бізде Менделеев олимпиадасы болды, тағы бір өлкелік олимпиада, бір олимпиадалар болатын. 5-6 олимпиадаға мен осы химия пәнінің атынан бардым. Сол сияқты бір ұнатпаған нәрсеміздің астында біз үшін қайырлы, бізді жетістікке жеткізетін нәрсе болуы мүмкін. Сондықтан да
өзіңізге разбор жасаңыз, мен не нәрсені ұнатпаймын, давайте мен осыдан бастауым керек шығар. Яғни осы шынымен сіздің дамуыңызға бір қажетті нәрсе болып, бірақ сіз ұнатпайтын болсаңыз, жаңа мен айттым ғой, Инстаграм керек біреулердің дамуына, бірақ оны жүргізу адамдарға ұнамайды. Сіз просто бастаңыз. Ары қарай жетістікке жететініңізде өзіңіз көресіз, куә боласыз. Енді осындай даму жолындағы көптеген қиындықтар болады адамдарда. Артқа тартушылық, сенімсіздіктер деп айтып жатырмыз ғой, жалпы көптеген нәрсе болады. Оның бірінші себебі болады да, мысалға айтатын болсақ, тамақ пісірген кезде тамақ бізде дәмді болып шығу үшін көптеген нәрсе керек. Мысалы, дәмді шықпауына не себеп болуы мүмкін? Бірінші ниет болу керек адамда, иә. Сол сияқты адамның ниеті болмауы мүмкін. Яғни дұрыс ниет. Яғни мен осы өнімді шығарып адамдарға сауап жинатуға көмектесейін, сауап жинау жолын жұмсайын. Біреулер бар ғой, осындай ислами заттарды сататын бизнесі бар, или басқа кітаптар шығаратын, немесе оны сол сияқты әр нәрсенің пайдалы жағы болу керек. Мен бұны бастасам, адамдарға қалай көмектесе аламын, және өзіме қалай көмектесемін деген сияқты даму жолында ниет болу керек бірінші кезекте. Мысалы, курстар өткізуіңіз мүмкін, сол курсыңыздың қандай пайдасы бар халыққа деген сондай ниетіңіз болу керек. Өйткені барлық нәрсе ниеттен басталады, иә. Екінші, мысалы, тамақ дәмді шықпауына екінші рецепт жоқ болуы мүмкін. Ингредиент жоқ болуы мүмкін. Бір нәрсе дұрыс шықпай қалса, бәрі кішкене кем тұрған сияқты, тұзы жоқ болып қалса, бәрімізге білінеді ғой. Или плов жасасаңыз, оны сіз пловқа мысалы морковь, сәбіз қосып қойсаңыз қандай болады? Дәл сол сияқты ингредиент жоқ болуы мүмкін. Немесе повар жақсы жасай алмауы мүмкін. Немесе продукты нашар болуы мүмкін, иә. Құртылған, бүлінген продукты. Сол сияқты сіздің даму жолыңызда бұл нәрсе барлық адам өзін іштей сезіп тұрады. Мен дамуыма осындай нәрсе жетіспей жатыр деген нәрсе. Ол барлық адам іштей біледі. Біз білмеймін деп ойлауы мүмкін да. Өзіңізге разбор жасаңызшы. Сіздің қолыңызға пара ручка алыңыз да, мен дамуыма так не себеп болып тұр, не кедергі болып тұр. Бірінші, менде осындай ниетім дұрыс емес. Менің білімім жетіспей жатыр. Инвестиция құю керек. Екінші, маған адам серіктестер керек, маған ақыл қосатын адам керек. Біреуден консультация алыңыз. Төртінші, ингредиенттер, яғни сіздің товарыңыз басқа жерден алу керек шығар. Сапалы, более или басқаша түрлі жан-жақтан складтар жақсы жеткізетін, иә. Сондай немесе бір доставкалар қосу керек шығар. Сіздің мысалы біреулер бар, тегін доставка любой жерге дейді, адамдар қызығады мысалға да, товарын жеткізетін кезде. Солай, доставкасына көп адам төлейді ғой, адам енді кішкене өзінің товарының үстіне ақша қосады, бірақ доставкасын тегін қылады. Сол сияқты бір жолдар болу керек. Және міндетті түрде жаңа сатып жатқан өніміңіз, может курс, может бизнесте барлығы нашар емес, яғни сапалы түрде болуы керек. Өзіңіз бұны разбор жасайсыз. Және де ниет дегенмен қатарына жаңағы сіздің алға деген, дамуға деген кішкене не жағынан емес, енді қалай айтсам, ұялшақтық, қорқыныштар да кедергі болуы мүмкін. Келесі осы бизнесте жатырмыз. Білмеймін, осы бизнес деп айтқым келеді. Может курс, может білім сатасыз, или не знаю. Қандай нәрсеге сұраныс жоғары екенін табу керек. Сіздің аудиторияңыз, сіздің айналысатын ісіңіздің астыңызда кімдер жалпы бар? Соған мән беру керек та, сіздің салаңыз не, сіз неге қабілеттісіз, және ол сұранысқа қаншалықты ие. Адамдар не нәрседен қиналады, соны сіз жарыққа шығаруыңыз керек. Мысалға, шөл далаға біз жылытқышты керек етпейміз ғой, ыстық күнде жылытқыш өтпейді ғой. Суық кезде мысалы үйлер суый бастайды, сол кезде олар үйіне жылытқыш нәрселер ала бастайды. Мысалға айтайын да, дәл сондай сияқты нәрсе. Мысалы, адамдарға медицина саласынан болатын болса, көріп жатқан адамдар медицина курс мысалы, жоғары курстар, бірінші курстарға, екінші курстарға не нәрседен қиналады? Анатомия, физиология, анализдер жасау өткізуге болады. Немесе бизнес кезінде де дәл сондай. Сіздің айналысатын ісіңіз, жалпы араласатын адамдарыңыз неге, қандай нәрсеге кішкене сұранысқа ие екендігін сіз біле аласыз. Может, Инстаграм жүргізетін болсаңыз, адамдарыңыз көпшілігі қандай аудитория, соған мән беру керек. Яғни осы жерде таргет деген нәрсе өте маңызды. Таргет жіберу арқылы сіз өзіңізге ұқсас адамдарды, аудиторияны жинай аласыз, және де әрқашанда сіз өзіңіздің ойыңызды дамытып отыруыңыз керек. Іздену, білім алу. Сізді әрқашан осы жолға жетістікке жеткізуіне бір этапты қадам болып саналады. Ізденіп отыру керек. Әрқашан өткен білім бір орында қалмайды. Медицина болсын, басқа жақта болсын, маркетинг дейді ғой. Әр нәрсе әрқашан өсіп отырады. Адамдарға подход жасау, клиенттерге қалай подход жасау. Сіз әрқашан бір білім алдым, ол жақсы болып келе жатыр деген нәрсе емес. Сіз өзіңіздің біліміңізді дамытқан сайын, сіздің өзіңіздің
жолыңызды, өзіңіздің бизнесіңіз немесе дамытатын боласыз. Ол әрқашан дәлелденген нәрсе. Өзіңіздің ойыңызды дамытып отырыңыз, иә. Әр күн сайын сана жерде күшті жазылған оқып аларсыздар. Өз әрқашан мүмкіндіктеріңізді қосыңыздар. Адамның негізі мүмкіндіктері, қабілеттері өте көп. Соларды тек қана біз үшін аша білу өте маңызды. Енді егер де бір жасап жатқан ісіңіз өзіңізге ұнамай, ойыңыздағыдай шықпай жатса, өзіңізді ешқашан жерге түсірмеңіз. Айтқым келетіні, мысалға бір адамдар бізді ренжітсе, біз оны араласпай кетпейміз. Сен мені ренжіттің деп бір күн мақұл, бір күн ренжиміз, оны сосын кешіреміз, оған мүмкіндік береміз, иә, қойшы, бұл адам ғой, да қателеседі деген сияқты. Тіпті қаншама адам бар, изменаны кешіріп жатқан, тіпті басқа нәрсені, сатқындықты да кешіріп жатқан адамдар бар. Сонда біз өзімізге мүмкіндік бере алмаймыз, да? Біз жалғыз адамбыз, да, өмір сүруге. Бізбен өмір бойы болатын тек қана өзіміз. Қабірге де баратын, жалғыз жататын да. Сіз өзіңізді түсінетін тек өзіңіз, да. Сондықтан әрқашан да өзіңізді бағалаңыз, жерге түсірмеңіз. Өзіңіздің дамуыңызды бір кішкентай бір артқа тартушылық болса да, бір қандай бір дейді бір сәтсіздіктер болса да, мен қолымнан келмей жатыр деп көңіліңізді түсірмеңіз. Вы достойны сверкать, шынымен де. Сіздің қолыңыздан келеді. Бұл сәл нәрсе сізді, бұл сынақ әрқашан шын айтып тұрмын ғой, жетістікке жетелейді. Бір росттың алдында әрқашан жанға сынақ келеді, сопротивление келеді, да. Сондықтан сіз сол сынақты, бір жолыңыз болмай жатқан нәрсені сіз жақсылыққа балаңыз. Барлық нәрсе ойға байланысты. Новый знакомство, human to human дейді. Айналысатын адамдарыңыз мықты болсын. Сол салада кімдер мықты, сол адамдармен араласыңыз. Бір жаңа адамдармен араласу орта, мысалға бір адамдардың ортасы аз болады ғой. Біреуді шақыра ма, сізді тойына шақырса, или туған күнге, немесе бір қандай бизнес нелеріне қолдау ретінде барыңыз. Неге шақырады? Еш нәрседен қалмаңыз. Ол жерде сіз танымайтын адамдар болуы мүмкін. Алла тағала сізді бекерден бекер сол нәрсеге шақыртқан жоқ. Сіз ол тағы бекерден бекер бармайсыз, демек сізге бір нәрсе по-любому керек, та бару керек. Адамдармен энергия алмасу, білім алмасу өте күшті әсер етеді. Мысалға енді энергия алмасу деп адаммен араласу бәрімен емес, конечно, жақсы адаммен, өзіңіздің бақыттас адамыңызбен, өзіңізден жоғары адаммен көбірек араласу керек. Яғни мына жерде футта қарайтын болсақ, тек қана адамға жақсы болу жетіспейді. Жаман адамдардан да алыс болу керек, та. Сізді артқа тартатын, ой, зачем блогер болып кеттің ба деген сияқты жаңағы. Сен де аштың ба деп жалпы сізді ойыңызды қолдамайтын, сізді артқа тартатын адамдармен араласудың қажеті жоқ. Наоборот, сізбен бірге бақыттас, сізбен бірге дамитын, сізді қолдайтын, давай бірге дамиық деп бір-бірімізге ақыл кеңес айтатын адамдармен, білім алмасатын адамдармен араласу керек. Адамға адам энергияға келеді бір-біріне. Сондықтан да энергия өте маңызды. Бәсекелестік адамды өсірмейді. Бәсекелесу керек деп адамдарды естисіз ғой. Бәсекелестік только өзіңізбен және өзіңізден болу керек, та. Ол басқа адаммен бәсекелесу, ол сізді басқа жағынан минусқа түсіріп жіберуі мүмкін, да. Қызғаныш немесе бір жалпы айтқанда өзіңіз кішкене түсініп тұрған шығарсыздар, бәсекелестік адамды өсірмейді. Мысалға, мына жерде бір адам жүгіріп бара жатыр, жүгіру жарысында адам айналасына жалтақтай берсе, кім қайда келе жатыр, менің қалып бара жатқан жоқпын ба, маған жақындап қалған жоқ па деп айналаңызға қарай беретін болсаңыз, сіз точно қаласыз или сол жерде құлайсыз. Сол үшін адам барлық фокусын жақсы нәрсеге қойып, алдына қою керек, та. Фокусты сіз неге қоясыз, сол нәрсені өсіресіз. Бұл дәл кәдімгі бір айтып кетілген адамдардың сөзі, да. Фокусты неге қоясың, соған жетесің. Сондықтан да сіз алаңыңыздағы артқа кетіп бара жатқан адамдарға қарамаңыз, просто бар ойыңыз, сіздің ойлаған жобаңыз, немесе бір алға қойған мақсатыңыз, неге жеткіңіз келеді. Білім жолынан бір жақсы нәрселерге өзіңізді көргіңіз келетін шығар. Мысалы, менің деңгейім осындай, мен осындай деңгейге көтеруім керек, дәл соған қарай жүріңіз, болды. Фокусыңыз только өзіңізде болсын, біреулерге алаңдамаңыз. Өзіңізді салыстыру керек болса, өткен өзіңізбен қараңыз. Айтады ғой, әр күні екінші күніңізге ұқсамасын. Әр күні өзіңіздің даму жолыңызға бір информация қойсаңыз. Мысалы, сіз бүгін 10 рет салауат айттыңыз ба, ертең 15 рет айттыңыз. Әр күні 20, бір күн 100, бір күн 300 деген сияқты өзіңізді салыстырыңыз. Мен кеше мынандай болды, бүгін мынандай. Бүгін кеше сауап мынанша жинасам, бүгін мынанша жинаймын. Мысалы, иман жағын айтайын. Сол сияқты өзіңізді өткенмен салса, мен бір жыл бұрын қандай болдым, мен доходым қандай болды.
қазір менің доходым қандай, мен не істей аламын оны көбейту жолында деп өзіңізді тек қана өзіңізбен салыстыру арқылы жетістікке жетесіз. Сосын өзіңізден жоғарыдағыларды қарау. Адам өзінің айналасындағылармен немесе артына қараған кезде өзін тоқтатып қояды екен. Мысалға, иә мен одан кішкене жоғарымын ғой, маған пойдет деген сияқты жүре береді да. Сондықтан өзіңнен жоғарыларды көрген сайын сен ұмтыласың наоборот сол нәрсеге. Ол салыстыру, ол бәсекелестік емес. Просто сен көрген кезде басқалар да жете алады, демек менің де қолымнан келеді. Ол сізге как мотивация. Адамның қолынан келген нәрсе ол сіздің де қолыңыздан келеді. Сондықтан да өзіңізден жоғарыларды қарай беріңіз. Бізде инструмент деген нәрсе бар. Яғни кез келген дамудың затқа инструменттер керек, иә, құрал деп айтайын жалпы. Жалпы инструмент деген нәрсе ол біз басқалардан бізді өсіріп жіберетін инструмент іздей бергенше, сол инструмент өз-өзіңізде болыңыз. Біздің қабілетіміз өте көп. Алла тағала бізге неше түрлі қабілет берген, ашылмаған, байқалмаған тұстар бар. Соны өзіңізді тану арқылы ғана сіз өте аласыз. Яғни басқаларға қарап, менде неше мындай болмай жатыр, неге мындай болмай жатыр, ол қартаң біреулер бар ғой, біреу курс оқып, біреу массаж жасап, массаждан күшті ақша тауып жатыр. Или біреу айтады, біреу сауда жасап жатыр, значит мен де сауда жасаймын. Или бірдеңе әркімге жалтақтайды да. Біреу мынаны істеп жатыр екен, мынадан зор күшті табыс алып кетті деген сияқты. Сіздің қабілетіңіз басқа, сіздің басқа бір нәрсе, күшті нәрсе қолыңыздан келетін бір нәрсе болып тұрған шығар. Өзіңізге қараңыз, мен қолымнан не келеді, мен не істей аламын, мен қай салада мықтымын деп өзіңіздің ашылмаған қабілеттеріңізді ашыңыз. Поэтому надо изучать себя, задавать себе разные вопросы. Өзіңіз шынымен зерттесеңіз, көптеген сұрақтарға жауап таба аласыз. Мен дамуыма не кедергі, маған не жетіспей жатыр, или мен дамуыма қандай нәрселер қажет, осы сұрақтарды қойыңыз күніне. Мен не істей аламын? Так, мен былай істесем, мынандай болады. Шынымен дамып жатқан кезде алдыңызға бір шынымен жолдар ашыла береді. Сол нәрсені байқап көріңіз. Сосын қорытындылай келе, біз барлық нәрсеге бірінші керек нәрсе ол шүкіршілік. Айтады ғой, құлдың шүкірі тоқтамайынша Алланың берері де тоқтамайды. Сіз бірінші қазіргі сәтіңізге, осы мені көріп отырғаныңызға, жалпы айналаны көріп отырғанымызға, тірі екендігімізге, аман екендігімізге біз шүкір етуіміз керек. Қазір де біздің жағдайымыз жақсы, демек бұдан да ары қарай жақсы болады. Күнде шүкіршілік айтқан сайын Алланың бізге берері де тоқтамайды. Барлығы ниетке, дұғаға және сіздің алға қойған мақсатыңызға байланысты. Айтады ғой, бәтеңкеңе бау керек болса, менен сұра деп Алла тағала. Сондықтан да дұғаның да маңыздылығы өте күшті. Ата-ананың батасы бір нәрсені бастау алды. Осы жерде ата-ананың батасы деп жатырмыз ғой. Менде бір нәрсе болады, экзамендерінің, РК-ларының жалпы тапсыратын кезде мен айтпайтынмын да. Всегда тапсырып болған соң ғана айтатынмын. И келе мен сол нәрсені биыл осы бір жыл бойы мен ата-анама айттым. Мама, папа, мен экзамен бітіріп бара жатырмын. Или мен ертең РК, рубежный контроль. Мен үшін дұға жасап қойыңызшы деген бір ауыз сөз, олар ата-ананың баласының деген жасаған дұғасы, батасы қайтарылмайды. Сонда кәдімгі бір жеңіл бір сұрақтар келетін да, оңай болып тапсырған тесттарым болсын, жазбаша жұмыстарым болсын, барлығы жақсы нәтиже көрсетті. Сол сияқты барлық нәрседе ата-ананың қолдауы, өйткені ата-анаңыз сіздің әрқашан жетістікке жеткеніңізді қалайды, шын жүректен қалайтын солар ғана. Бізге шын тілеулес біздің ата-анамыз, отбасымыз болып саналады. Сондықтан да олардың батасын алып бастау әрқашан сізді жақсы, шынымен жетістікке жеткізеді. Сосын садақа, жақсылық жасау, қуанту, бұның мен пайдасын айтпасам да білетін шығарсыздар. Жақсылық жасау бәрібір сізге айналып келеді. Біреуге жақсылық жасасаңыз, сізге Алла тағала басқа бір жолмен алдыңызға сол нәрсені әкеліп беруі мүмкін. Қалап жүрген нәрсеңізді. Садақаны енді білесіздер. Адам ешқашан садақа беріп кеміп қалған емес, наоборот, әрқашан алға қарай, жақсылыққа қарай ұмтылдырады, иә. Тәуекел. Сосын енді осының баршасы бізде болған кезде ары қарай бізге сол нәрсені жасай береді. Алма біз аузына түс емес, тәуекел жасап, сол әрекет жасай береді. Сол сияқты нәрсе, мысалы бір мысал есіме түсіп кетіп отыр қазір. Бір суға батып бара жатқан адам дейді, Құдайдан сұрайды дейді. Құдай маған көмектес, мен суға батып бара жатырмын дейді.
сосын бір күйме келеді қасынан, екі адам давай бізге мін, кел бізді алып кетейік сені деп. Сонда ана құл айтады, жоқ жоқ, мен көмекті алладан сұрап жатырмын, мені алла құтқарады дейді. Анадан кетеді. Ал сұрай береді. Екінші бір адам келеді, тоже күймемен или қайықпен, не знаю. Сонда анадан да айтады, кел бізге алып кетейік сені дейді. Анадан тағы қалады да солай, жоқ мен өзім, алла тағала мені құтқарады деп. Алла тағала сізге мүмкіндік беріп 2 рет жіберді. Сіз просто соны жасаған жоқсыз. Сол сияқты тек қана дұға жасап қана отырмау керек. Әрекет жасау керек. Әрекетке берекет. Алла тағала сізге, значит, бір ой салды, мынаны жаса деп. Сосын адамдар келді, давай сен былай жасасай, сен осы жерде күшті нәрсе білесің, сен күшті нәрсе қолыңнан келетін еді ғой, осыны жасасай, сен сатсай деген сияқты бір информациялар келеді. Или бір адамдар сізге ұсыныс жасайды. Сол сияқты бір қандай да бір әр нәрседен бір адам знак іздей беру керек та. Бұл маған не үшін келіп жатыр, бұндай нәрсе маған не үшін айтылып жатыр деп. Новые возможности болады сіздің алдыңызда. Адамдар арқылы берілетін, іс әрекеттер арқылы берілетін, бір жерге барып қаласыз, или көріп қаласыз деген сияқты сіздің алдыңызда мүмкіндіктер өте көп, соны ұстап қалып әрекет жасау керек. Сосын алла берем десе, ол демдеп бір сәтте болады. Мен жаңа айтып өттім ғой YouTube каналым туралы. Сол туралы тағы қысқаша өзімнің бір немен бөліскім келіп тұр. Негізі мен көпшілік адам білмейді. Ата-анам біледі, семьям біледі. Берем десе бір сәтте деп жаңа айтып өттім ғой, әркімнің уақыты болады деп айттым. Менің YouTube каналымда 10 айда ғана монетизация қосылды. Сонда менде де болды ғой басында, не үшін адамдар 3 айда 6 айда қосылып жатыр, менікі не үшін болмай жатыр деген сияқты нәрсе болды. Адамға өзінің өзіне деген сенімсіздігі жоғалып кететін кездер болады деп айтып өттім. Дәл сол сияқты менде болды. Уже менде 10 ай болды да. Сізде мүмкіндік басында 12 айдың ішінде ғана болады монетизация қосылу. Менде уже 10 ай деген шарттары болады да ютубтың. Мен 10 айда жетпеген нәрсемен 2 айда жетпеймін деп айттым. Бір 4000 сағат қосылу керек деген нәрсе болды да. Айта салайын, ашығырақ сөйтіп менде 2-ақ мың сағат жиналады ғой. Сонда айтамын, мен 10 ай жүріп 2-ақ мың сағат жиналдым. Қалған менде 2-ақ айдың ішінде 2000 сағат жинай алмаймын, мен уже қолымнан келмейді деген кәдімгі сенімсіздігім жоғалып кетті да. Бірақ почему-то мен сол жерде дұға жасауымды тоқтатқан жоқпын. Сонда енді видеода мен күн дамыту үшін мен 2 күн сайын видео салып тұрдым деп айта алмаймын. Аптасына 1 рет қана салып тұрдым. Білмеймін, қолым босамады, 2-3 күнге жояйын да қайтып кеттім ма. Бірақ аптасына 1 рет қана салдым да дұғамды жасай бердім күнде. Алла тағала дұғаны да адамның аузына тектен-текке салмайды дейді да. Алла тағала сізге соны бергісі келіп тұр. Сосын сіз оны тіледіңіз да дұға арқылы. Қандай күшті нығметтер беріп қойған адамның дамуына, сонда сен жақсылықтардың өзінде қарап тұрсаң мүмкіндік өте көп өмірде. Дұға арқылы тілеймін. Сосын бір 2 апта бұрын бір салған видеомның просмотры 500 просмотр болып тұрғанда, сөйтіп бір күн ертесіне қараймын, подписчигім 700 болып тұрған, ертесіне 800, я в шоке. Қалай бір күнде маған 100 подписчик қосылады деймін. И сағатына қараймын, 2000 сағатым 2300 болады бір күнде. И дальше ана видео бір күнде 10 мың, 20 мың просмотрдан қосылып жатыр да. Сөйтіп менің ол видеом 52 мың, қазір 56 болды, 52 мың просмотрға дейін көтеріледі, 500-ден 52 мыңға дейін көтеріледі. Ана видеом ретке шығады да. Сөйтіп анау 2000-да тұрған сағатым менің 3-4 күнде 4 мыңға жетеді, менің видеом жалпы YouTube каналым монетизация қосылады. Сол кезде мен шынымен сендім да, Алла тағала берем десе, ол шынымен береді. Просто сіз әрекет жасауыңыз керек, дұға жасауыңыз керек, ниет етіп Аллаға сенуіңіз керек. Сонда бәрі болады. Өзіңізге деген сенім сізді ешқашан артқа қарай тартпасын. Бірінші өзіңізге, Аллаға сеніп, әрекетіңізді ешқашан тоқтатпаңыз. Сіздің даму жолыңыз сізді бәрібір бір жетістікке жеткізетін болады. Жалпы айтайын дегенім сол, негізі айтатын ақпараттар да өте көп. Бүгінше осы қысқа да барынша нақты жеткізуге тырыстым. Егер де қандай да бір сұрақтар болса, міндетті түрде сұраңыздар. Мен сіздерге әрқашанда бар білгеніммен айтылмай қалған ақпараттар болса, есіме түсіп жатса, бөлісетін боламын. Айтады ғой, дамуға деген жол әрқашан білімге деген ізденісте деп. Сондықтан да сіздердің осы келіп отқандарыңыздың өзі, қатысып отқандарыңыздың өзі бір қандай да бір сізді алға жетелейтініне кішкене болсын үлесіп қалатынына мен сенімдімін. Видео ұнады деген ойдамын. Міндетті түрде отзывтарыңызды күтемін. Ең бастысы сіздерге пайдалы болса, мен өте қатты қуанатынмын. Баршаңызға сәттілік, сан арман тілектеріңіз орындалып, әрқашан дами беріңіздер.
Я вас люблю.